Осы үйде тұрғым келеді. Бірақ бұл біздің емес, хан көкенің үйі ғой. Мен хан көкеге ұнаймын ғой, ол мені қуып шықпайды. Анашым, осында қалсақ бола ма? Калайдың қалғысы келе ме? Иә, осында қалып, хан көкеме қамқор болам. Хан көке, анам екеумізді бұл жерден қумайсың ғой, иә? Иә, бұл сенің де үйің. Алақай, кеттік! Калай байқашы. Джун ханым, қалыңызшы. Мырзам тым әлсіз. Егер оны үйіне апарсам, анасынан сөгіс естеймін. Бірақ әлі Калайға балабақша табуым керек. Бәрі дайын. Балабақша жақын жерде. 2 күннен соң апарсақ болады. Бұл тым ыңғайсыз болды. Хан көке, анам кетпейді ғой, солай ма? Егер Калай кетпесе, анасы да кетпейді. Сен берілме. Қане, уәделесейік. Көке, сен ауырып қалғанда анам қатты жылады. Сонда сен де өлесің бе? Неге өлуім керек? Көкең тез жазылады. Керемет. Ал мен жақында өлем. О не дегенің? Шын айтам, емханадағылардың бәрі солай деді. Өлген жандар аспандағы жұлдызға айналады дейді. Жұлдыздарға тәтті жеуге бола ма? Маған тәтті жеген ұнайды. Бірақ дәрігер рұқсат бермейді. Мен үнемі тығылып жейм, әйтпесе анам жылайды. Анамның жылағанын қаламайым. Ақылдым сол. Көкең өлуіңе жол бермейді. Мен өлімнен қорықпайым. Мен өлсем, анам жалғыз қалама деп уайымдайым. Менің анам өте аңқау. Үнемі кілтін ұмытып жүреді, телефонын да ұмытып кете береді. Оған бас көз болу керек. Аңқау Джунлинге сен екенсің ғой қарап жүрген. Әрине, мен нағыз еркекпін ғой. Мен өз анамды қорғауым керек. Әкемнің болмағаны өкінішті. Әкем болғанда, анам екеуі тағы балалы болар еді. Мен болмасам да, анам қайғырмас еді ғой. Сол үшін әкеңді тапқың келе ме? Иә, анамның суреттер альбомынан сенің түріңді үнемі көретінмін. Сен менің әкемсің. Сондықтан анама қамқор болам деп маған уәде бер. Уәде берші. Сен ақылды жігітсің. Дунлай 2 күн үйге келмеді. Не істеп жүр? Ханым, мырзаның жағдайы жақсы. Тәтем Дунлай қайда, кіммен деп сұрады. Фирмаға бірнеше рет барғам, оны көрмедім. Тезірек айт. Дунлайға 2 күннен соң ота жасалады. Оған бірдеңе болса, кім жауап бермек? Мырзама, Джун ханым бас көз болып жүр. Не? Қайтадан әлгі сұмырай ма? Меніңше, мырзам Джун ханымды олай атағаныңызды қаламайды. Тәте, айтпағым ол емес. Арамызға от салма. Ханым, олардың үй иесі пәтерден баласы екеуін ескертусіз қуып шықты. Джун ханым сән үйімен келісімге отырыпты. Мырзам өз қызметкерін далада қалдыра алмады. Оны қуып шығып па? Иә, ол жағын сұрастырудамын. Жарайды. Бастысы мырзаңа жақсылап қара. Екеуін кете беріңдер. Мақұл. Жақсылап демалыңыз. Тоқтаға не? Тіліңе ие бол. Болашақ ханымың кім екенін ұмыттың ба? Өтіп кетейін. Джунлин, мұның артық қой. Өзің ғой шектен шыққан. Сен кетем деп уәде бердің ғой. Хан әулетімен араласпайым дедің. Енді онымен бір үйде қонып жүр екенсің ғой. Мені кім деп тұрсың? Не болса да, мен онымен 6 жыл бірге болдым. Дұрыс. Бірақ оған қамқор болдың ба? Таңнан кешке дейін мақтана бересің. Ал оның жағдайын білемсің? Менен Дунлайды тартып алу үшін келіпсің ғой. Солай ақ болсыншы. Джунлин, саған айтарым,
Мен араға түспесем де, тәтем сені аямайды. Одан да Дунлайды үйіне қайтар. Оны өзі шешеді. Менің қатысым жоқ. Ей, сені ме? Сәси келді ме? Иә. Ол саған не деді? Саған үйге қайтсын деп жатыр. Оның сөзіне мән берме. Оның айтқаны дұрыс. Сен Нені меңзеп тұрсың? бір шаңырақ астында тұру екеумізге де қиын. Сен тәуір боп қалдың. Көмегіңе ризамын. Егер мүмкін болса, осы пәтерді жалдасам деп едім. Қалай қарайсың? Түсінікті. Олай болса кетейін. Жиналуға көмектесейін. Керек емес. Мучиге алып кетсін дейім. Керек емес. Ол қазір келеді. Жақсы. Ештеңе айтқың келмей ме? Жарайды. Кездескенше. Өзіңе абай бол. Қалай екеуміз жаныңда болсақ, ешкімде тыныштық болмайды. Түптеп келгенде, сөздеріңнің қайсысы шынайы? Тезірек отаға дайындалыңдар. Құп болады. Дунлай жақында келе ме? Дәл солай. Керемет, онда дүкен аралап қайтайық. Сен сондай ақылдысың. Естуімше, Хань әулеті Лин әулетімен құда болдыңыздар. Хань мырзаның шетелде жүргені мәлім. Ол бәрінен хабардар ма? Дунлай екеуміз жария қылғымыз келмеді. Тәтей мен менің жанұям жақын достар. Сондықтан әулетіміз бұрыннан жақын. Демек, атастырылғандарыңыз рас қой. Олай емес. Бірнеше күннен соң менің мерейтойым болмақ. Дунлай да оралмақ. Сол кезде жақсы жаңалығымызбен бөлісеміз. Хань мырза 6 жыл бұрын атастырылыпты ғой. Айтыңызшы, ол кезде де қалыңдығы Лин ханым болды ма? Кешірім өтінем, біздің жұмысымыз көп. Жол беріңіздер. Айып етпеңіздер. Жауап беріңізші, өтінем. Алло? Мен пресс-релизді жібердім. Көрдің бе? Соқырсың ба? Мұның не? Доғарыңыз! Көмектесіңдер! Кім бар? Тіліңе ие бол. Дуншин компаниясының басшысы Хань Дунлай мен Женяй клиникасы директорының қызы Лин Сяси атастырылды.